ақша тап, соған мәз болды. Біздің қоғамда өзгертуді талап етіп тұратын нәрселер бар. Ойлау жүйесін мүлдем өзгертуіміз керек. Өткен бір сөзбен харам деген сөзге шығара салған. Мен жылдан жылға ақымақтардың саны көбейді деп ойламаймын. Мен жылдан жылға ақымақтардың белсенділігі артып келе жатыр деп ойлаймын. Адамдар өзі ортасына таңсық дүниені қабылдай алмайды. Мысалы, жаңа Бетховенді келтірдік қой, Моцарт. Екеуі композитор болмас еді. Егер сол ортада өспесе, олар оған дейін музыкалық шығармашылық ортада өскен. Енді қараңыз, Моцарт пен Бетховен туыла сала аралға апарып тастасақ, яғни Баскесерлі аралына. 30 жылдан кейін барып кездестірсек, Моцарт пен Бетховен композициясын бірде-бірін көрмейсіз. Олар сол Баскесерлер қатарында жүреді. Яғни жабайлардың қатарында. Яғни адамдар тумасынан дарынды, тумасынан талантты болып тумайды. Олар талантты дарынды етіп өзінің ортасын дайындайды. Бетховен, Моцарт та сондай ортада өскендіктен барып музыка шығара алды. Орыстарда айтады, избранный деген жоқ. Избранный деген жоқ. Барлығымыз избранный боламыз. Егер біз шынайы сондай ортада тәрбиелесек. Неге бүгінгі таңда көшенің тілімен сөйлейтін, жаргондармен сөйлейтін адамдарды кездестіреміз ғой? Соларға мынандай көзқараспен қараймыз. Әлі күнге сондай болып жүр деп. Неге? Өйткені ондай ол ортаны әлі суырып шыққан жоқ, ол басқа ортаны көрген жоқ. Сол әлі көшенің тілімен жүр. Неге? Өйткені сол орта тәрбиелеп шығарды. Соңында бар қылмыскер болатын содан. Сіз де Бетховен бола аласыз, егер сондай шығармашылық ортада тәрбиеленсеңіз. Ал енді сұрақ, музыканттардың арасында өсіп ғалым болған, ғалымдардың арасында өсіп музыкант болған адамдарды қалай түсіндіресіз? Олардың ортасы оларға, мысалы, ортасы әсер еткен жоқ қой. Олар қанша ортасында музыканттар болса да, ғалымдар болса да, басқа направлениені басқа жолды таңдап, басқа бағытты таңдап кеткен. Алысқа бармайық, екеумізді мысалға келтіруге болады. Бұл жерде кругозорда, адамның миының кругозорында. Сіз оқыған кітап, сіз көрген кино әсер етеді. Яғни сіз, мысалы, біз өзіміздің қоғамынан бөлек дүниелерді талқылап жатырмыз ғой дәл қазір. Айтылмай жатқан тақырыптарды талқылап жатырмыз. Бірақ сондай сұрақ болмады, сендер қайдан шықтыңдар деген. Маған оны әкем айтқан жоқ, маған оны ұстазым айтқан жоқ. Нақты жауап, мен оны кітаптан алдым. Ғалымдардан оқыдым, Абайды оқыдым. Өзіміз қазақтан алатын болсақ, әдетте ғылымын ғана алдым. Фресконы оқыдым, Нил деграсс Тайсонды оқыдым, Ричард Докинсті оқыдым, Аль-Фарабиді оқыдым, Ибн Синаны оқыдым, ғалымдарын. Стивен Хокингті оқыдым, тарихшы Ювал Харариді оқыдым. Кругозорымды үлкейттім да, сосын барып түсіне бастадым. Сонсыз ба, адамға әсер ететін нәрсе сол. Музыканттардың дүниесінде отбасына дүниеге келіп, болмаса мен ұлтшылдар мен діншілдердің дүниесінің ортасында отбасына дүниеге келдім да. Бірақ неге мен ғылымды ғана жақтап кеттім? Маған әсер еткен кітаптар, ғалымдардың кітаптары, сөздері. Сонда адамға тек қана адамдар емес, және де кітаптар, көрген заттары, әрине, фильмдер, мультфильмдер, барлығы әсер етеді. Барлығы әсер етеді. Олай туылған жоқпын мен. Адамдар дейді, ақымақ болып дүниеге келген үшін кінәлі емес дейді. Ақымақ болып өткен үшін кінәлі. Бүгінгі тақырып стандарттан не стандартқа қой? Жастардың не стандартты ойлау жүйесін бағытын дамыту мақсатында. Енді қоғам қарсы шығуы мүмкін, бірақ бәрібір айтайын, жаңа айттым, Аристотельдің сөзі бар ғой. Платон мен үшін қымбат жан, бірақ ақиқат одан да қымбат деп. Бүгінгі күнде жастардың дені дұға жасауға көп көңіл бөледі. Дұға бар ғой. Енді әркім ұлттардың барлығында бар. Бірақ мен балаларға жалпы бірақ мысалмен келтіремін. Оны қабылдайды, қабылдамайды, мен үшін маңызды емес. Бірақ мен өз мысалымды келтіріп өтейін. Мысалы, мен жалғыз өзім гүл отырғыздым. Сіз гүл отырғызасыз. Сіз де алайық, мысалға гүл отырғызасыз. Мен оның топырағын қопсытамын, қи төгемін, су құямын, күн түсіремін.
сіз ол гүлдің қаңылтырмен жауып қоясыз, су құймайсыз, қи төкпейсіз, тек қана дұға жасайсыз. Қасыңызға келесі күні тағы да мен сол тірлігімді қайталаймын, сіз қасыңызға 10 адам жасап дұға жасайсыз. Мен келесі күні 100 адам шақырасыз, мен жалғыз өзім сол тірлігімді істеймін, су құямын, қи, күн түсіремін. Сіз 100 адамға дұға жасайсыз. Келесі күні 1000 адам болып дұға жасайсыз. Мен сол әрекетімді жасаймын, жалғыз өзім. Келесі күні миллион адам болып дұға жасайсыз гүлге. Мен сол әрекетімді қайталаймын. Қорытындыда кімнің гүлі өсіп дамиды, кімнің гүлі солып қалады. Әрине сіздікі. Менің гүлім өседі. Неге? Құр дұға жасап отыра беру көмектеспейді. Адамдар іс-әрекетке көшу керек. Мен тек қана еңбектендім, әрекеттендім, гүлім өсіп шықты. Сіз миллион адам болып, жабық нәрсеге қанша дұға жасасаңыз да ол гүл өспейді. Сенбесеңіз, қайталап көріңіз. Қытайдың миллиард адам әкеп, тағы да дұға жасасаңыз ол гүл өспейді. Тылсым нәрсе жоқ. Тек қана іс-әрекет бар. Іздену керек, оқу керек. Осы жерден сұрақ қойып өтейін. Мысалы, адамдар бар ғой, адам қарайтын, адам оқытатын, солар оқытқан адамдар, сол оқытқаннан кейін жазылып кетеді. Адам қарайтындар қарағаннан кейін жазылып кетеді, аяғына тұрып кетеді. Оны сіз қалай түсінесіз, оны қалай түсіндіріп бере аласыз? Бұл адамның самовнушение дейді ғой, яғни адамның өз-өзін психологиялық емдеу. Екі ақ вариант бар. Ол адам оған дейін емделуге дайын тұрды, яғни болды ауру біткен, сол кезде барып қалды, немесе самовнушение дейді ғой, яғни өз-өзін ойлау арқылы, сендіру арқылы өзін емдеді. Бұл жерде ешқандай магия жоқ, бірақ әлі күнге дейін бар. Дәрігерлерге емес, тәуіптер мен сиқыршылар бар деп соған сенетіндер. Осы тақырыпты қорытындылап өтейік. Біздің қазір көрерменді дұрыстап түсінбей қалуы мүмкін. Біз ешқандай қарсы немесе мүлдем жойып тастауға әрине ол біздің ата-бабадан келе жатқан құндылық дәстүр ғой. Мен ешқандай қарсылығым жоқ, ешқандай мен жойып жібергім де келмейді. Егер біз балаларға тылсым күш бар деп үйрететін болсақ, балалар ештеңе зерттемейді. Сізге келіп әке болмаса аға мына гүл не үшін өсіп жатыр деген кезде сіз құдірет тылсым күш деп жауап беретін болсаңыз, бала ары қарай ол гүлдің не үшін өсіп жатқанын зерттемейді. Күннен энергиялық фотосинтез жүріп жатқанын зерттемейді. Оның тамырлары қандай элементтерден тұратынын зерттемейді. Жаңалық ашпайды, қызықпайды, дамымайды. Бұл құдіретті күш қой деп қоя салады. Мен айтқым келетін сол. Стандартты қойып, не стандартқа өту үшін ғылыммен айналысу керек. Балаларға керісінше зерттеуді үйрету керек, өзіне сұрақ қою керек, түсіндіріп беру керек, өзіңде білім болу керек. Мен өзім жас кезімде көп сондай жауап алғам. Құдіретті күш қой, солай деп жауап бере салу оңай. Неге атом мен молекула туралы айтпаймыз? Неге найзағай туралы айтпаймыз? Әлі күнге дейін қаһар найзағайды құдіретті күшінің әсерінен болатын. Әлі күнге дейін жаңбырды дұға арқылы жасап шақыруға болатынына сенетін халықтар бар. Бүгінде ғылым жаңбырды қолдан жасау арқылы алып келіп жаудыра алады. Жаңбырды нұр деп түсінеді. Болмаса айдалаға мұхиттың үстіне жаңбыр ең көбі 80% жаңбыр мұхиттың үстіне жауады, теңіздерге. Құрғақ жерге, өсімдікке емес. Оны қалай түсіндіресің? Бүгінгі таңда бұрынғы құрбандықтар керек емес болып қалды. Білесіз ғой, диқанның құрғақшылық болмау үшін біреуді құрбандыққа шалады. Бүгінгі таңда ешкімді құрбандыққа шалмай-ақ жаңбырды ғылыммен алып келіп, технологиялар бар ғой. Сол жаңбыр жауғызуға болады. Бұны қалай түсіндіреміз жастарға? Біз өсіп дамымай жатқан себебіміз ғылымды бірінші орынға қоймай жатырмыз. Зерттеуге қызықпайды жастар. Өткен жауап дайын. Тылсыммен түсіндіреміз барлығын. Оңай құтылып кете саламыз жауап. Нестандарт тақырыбын талқылап жатырық қой. Барлығын қозғап өттік. Мен спортта да қозғап өткім келеді. Бүгінгі біздің айналып жатқан спорттарымыз. Мысалы, демалыс пен спорт адам үшін маңызды. Егер өзінің денсаулығы үшін айналысса, бір-бірін таптау үшін, бір-бірін жығу үшін, бір-бірін қорлау үшін емес. Бүгінгі спорттардың барлығы сол. Боксыңды ал, күресіңді ал, футболыңды ал, басқасыңды ал. Бір-бірін таптау, бір-бірін мұқату. Ақырын спорттардың түрлерін алу керек. Адам жүзумен айналыссын, жүгірумен айналыссын, басқа да жеңіл спорттың түрімен айналыссын, бірақ денсаулығы үшін профессионал түрде айналысудың керегі жоқ. Денсаулыққа зиян. Бүгінгі Мұхаммед Алиді алып қараңызшы. Аңызға айналған адам, бірақ соңғы өмір жылдары 10 жылдық соған лайықты болды ма сонша атағы. Бізге ежелден грек Римдерде қалыптасқан гладиаторлар не бар ғой, жүйе. Жекпе-жек, бір-бірін өлтіруден басталған. Соның ақтаңдақтары, соның қалдықтары бізге ләззат алатын нәрсе болу керек, қорлайтын емес. Адамға стресс шығаратын нәрсе болу керек. Біздің қазіргі бокс күресіміз ММА дейді ғой. Солар тура жаңағы гладиаторлық шайқас, бірақ қолында қылыштың орнына жай ғана қолғап кие салған.
ММА дейді ғой, соңғы шыққан жекпе жек. Ол өте, мен оны көрген сайын жүрегім қатты болады. Адамдар бір-бірін итше талап жатады. Дұрыс айтып өтесіз. Жаңа спорттың денсаулыққа зиян деген, мысалы жүгіру спорты адамның мышцаларын дейді ғой. Қатты жүгіріп, қатты напряжениемен жүгірсе, профессионалдық мышцаларын өртеп жібереді, жігат етіп жібереді. Боксты алатын болсақ, басқа зақым тиеді. Әрине. Футболды алатын болсақ, статистика бойынша 28% микросотрясение алған болады средний футболист. Ал ММА, күрес дегендерді уже айтпай қойсақ болады. Және де профессионалдық түрде неге зиян дегеніміз ол салмақтың категориялары болады. Сол салмаққа жету үшін адамдар, сіз көрген жоқсыз ғой, қандай қиянатқа барып жатады. Өздерін өлімге жақын состоянияға жиналып келеді. Кейбір спортсмендер өліп те қалып жатыр. Кімнің, Зигмунд Фрейдтің сөзі бар. Өркениет дегеніміз дейді. Өркениет дегеніміз екі адам төбелесуді қойып, ұрыса бастаған кезде басталды. Айқайласа бастаған кезде. Жетіп келе жатырық өркениетке. Бірақ бәрі өркениет дейді емес біз. Цивилизация жоқ бізде. Мына спорттар тоқтамайынша, мынау заңдар тоқтамайынша, сот жүйелері тоқтамайынша, бізде ешқандай цивилизациялық мемлекеттерге, полициялар, солдаттар тоқтамайынша біз цивилизациялық мемлекетке айналмаймыз яғни. Өркениет дедіге. Бүкіл тақырыпты қорытындылап өтейік. Сонда сіз қазіргі заманда жақсарту үшін не ұсынасыз? Стандарттан не стандартқа өту үшін? Балаларға қоршаған ортаны үйретуіміз керек. Лабораторияларға көп салуымыз керек. Спорттық кешендер салғаннан гөрі 100 спорттық кешеннен салғаннан гөрі 80 лабораториялық салып, 20 спорттық кешен салған дұрыс. Сонда балалар ғылымға қарай көп беттейді. Олар тәжірибе жасау үшін, зерттеу үшін. Қоршаған ортаны айтып жаттым ғой. Молекулалар, атомдар жайлы бірде-бір бала білмейді. Оған бала деп қараудың керегі жоқ. Балаларға ертегі оқудың керегі жоқ. Ертөстік, жалаң аяқ деген сияқты. Болмаса басқа да аңыздарды, ертегілерді емес, оларға ғылымды бірден үйрету керек. Түсінбейді емес, олар түсінеді. Егер сен жеткізе алсаң, сол кезде қызыға бастайды. Бала дегеніміз кішкентай ғалым. Ғалымның кішірейтілген түрі. Нил деграсс Тайсон айтады ғой, көшеде анасы мен баласы кетіп бара жатса, жаңбыр жауып тұрған кішкене ойықтар болады ғой, су баспаған. Сол кезде қарап тұрамын дейді да, ана бала секіріп ойықты бас суды шашыратса екен деп. Әттең олай емес дейді. Анасы ұстап, не істеп жатсың деп айқайлап тастайды. Бала оны зерттегісі келіп, үстіне секірген кезде су қандай немен ұшатынын. Соңыз ба, біз кішкентай ғалымдарды өзіміз өлтіріп тастаймыз. Оларға бір ғана жауаппен жауап бере саламыз. Ол жаңбыр деген сияқты. Ол жауап емес. Ол су үстін кір болады, болып теспе деген. Теспе. Үстің бүлінеді. Бетін қайтарып тастаймыз. Соңыз ба, теледидарда бір ғылыми канал қойып қою керек. Балалар көретін. Бірақ қана мультик бар, фиксики деген. Мен қуандым, соны болғанда қуандым. Ертегі әлемі басқаны алда көше шығара бергеннен көрі құр уақыт алатын. Сонда ғылыми канал тауып, балаларға үйрету керек. Әрине бізде қазіргі таңда мықты боксшы бар, мықты күресші бар, мықты спорт түрлерінен мықтылар бізде өте көп. Бірақ та Нобель сыйлығын алған өзіміздің ғалымымыз бар ма? Бізден шыққан. Әрине жоқ. Бірде-бір қазақтан Нобель сыйлығы жоқ. Бізде ғалымдарға, ғалымдарды шығаруға дұрыс жағдай жасалмаған ғой. Ғалымдарды шығаруына жағдай жасалмаған емес. Мен мысалы өзімді алайын. Мен орыс тілін дұрыс білмеймін. Бұл айтқанда түсінуім қиын. Қазір түсінемін енді. Неге түсіндім? Мен орыс тілін үйренген жоқпын. Амалсыздан ғылыми кітаптардың бәрі орыс тілінде болды. Қазақ тілінде ғылыми кітаптар жоқ. Қалай ғылым дамиды бізде? Амал жоқ, орыс тілін алып, әр сөзін аударып отырып оқыдым. Ричард Докинс пен Стивен Хокинг деп атады ғой. Ювал Харари, Нил деграсс Тайсон, кітаптарын қалай оқыдым мен? Сонда оқып түсініп кеттім да. Өте дұрыс айтасыз. Кітаптарды алып өтсек те, мысалы, мен өзім робототехника, программирование бағытында жүргендіктен кейін көп кітаптарды оқимын сол бағыттағы. Қазақ тіліне аударған, бірақтан маған, егер де мен орыс тілін мүлдем түсінбесем де, орыс тілінде оларды оқып түсінген ыңғайлырақ. Аударылған кітаптардың өзі жоқ. Дұрыс емес, аударылған кітаптың өзін іздесең жоқ. Не ағылшынша кітап табасың, не орысша кітап табасың. Қайдан ренжиміз, сосын бізден ғалымдар жоқ. Бізде жүйе, ғылыми орта жоқ. Біздің бүгінгі мектеп бізде білімді жастарды балалар тәрбиелемейді. Мектеп бізге не дайындайды? Бір үлкен механизмнің бір бөлшегі ретінде ғана тәрбиелейді. Мұғалім, дәрігер, полиция болмаса, адвокат, архитектор. Бір ғана
иә үлкен механизм, бір бөлшек ретінде дайындайды болды. Нестандартты бірде бір бала жоқ. Нестандартты ойлайтын баланы көргім келеді. Бүгінгі қоғамда көргім келеді. Оның үшін оған бір нәрсе ұсынуымыз керек. Кітап керек. Кино керек. Кино жасап шығару керек. Тез жеткілікті. Кітап оқуға еріне ма, кино жасау керек. Болмаса теледидар көреді, теледидарға бір ғылыми канал ашып қою керек. Балаларға бүкіл түсіндіреді. Сіздің айтқызып отқаны әр бала нестандартты сол нестандартты түрде дайындап шығара алмаймыз біз. Стандартқа кіргізе саламыз. Жүйеге кіріп тығып жібереміз, болды содан шығады. Кейін ол мамандық өліп кеткеннен кейін ол баланы екінші мамандыққа қалай дайындайсың? Ал нестандартты болсаң, универсал боласың. Кез келген нәрсеге дайын боласың. Мәліметтер де сенде болады. Өте дұрыс айттыңыз. Жаңа мамандықтармен көптеген маман иелері совет үкіметінде. Совет үкіметі қалай жоқ болып кетті? Солай жұмыссыз қалып, баспанасыз қалғанда өте. Соңғы сөзді айтайын. Басты өзіңе сен дейді да. Өйткені қоршаған ортаның ұстанымдары мен құндылықтары үнемі өзгеріп отырады дейді. Жастар тағы да айтарым. Ақиқатқа өтейік, насихатты қойып, мәліметке өтейік, магияны қойып, стандартты қойып та, не стандартқа өтейік. Оның барлығына алып баратын тек ғылым мен білім. Рахмет.